Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Қазақстан Еуразиялық кеңістіктің мәдени бесігі. Оқу мақсаттарына тоқталатын болсақ, хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Әдеби тіл нормасы бойынша еліктеуіш сөздердің мәтіндегі қолданысын түсіну. Енді оқушылар осы оқу мақсаты бойынша бүгінгі сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, мәтіннің құрылымы мен рәсімделуіне, жанрына талдау жасайсыз. Лексикалық тақырыпқа қатысты тапсырманы орындауда еліктеуіш сөздердің қолданысын түсінесіз. Енді бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлеріне тоқталатын болсақ, мәтінді оқиды, құрылымына талдау жасайды, мәтіннің рәсімделуіне талдау жасайсыз, еліктеу сөздерді ажыратасыз, еліктеу сөздерді дұрыс қолданатын боласыз. Құрметті оқушылар, енді тыңдалым тапсырмасы негізінде мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазақ халқы көп ғасырлық тарихы бар, әлемдік өркениет қазынасына енетін мәдени құндылықтардың иесі. Қазақстан ескерткіш саны бойынша Үндістан, Қытай, жерорта теңізі және қиыр шығыс мемлекеттерінен кем түспейді. Қазақстан ашық аспан астында мұражайы бар ел. Біздің елімізде 25 мыңнан аса жылжымайтын тарих, археология, сәулет және өнер ескерткіші бар. 89 мемлекеттік мұражайдың экспозиция қорында 2.056.000 мәдени құндылықтар бірлігі жинақталған. 3495 мемлекеттік кітапханаларда 66.840.000 кітап, сирек кездесетін қолжазбалар мен басылымдар сақталған. Кең байтақ қазақ жері ежелден бері бүкіл Еуразиялық кеңістіктің мәдени бесігі болып келеді. Ертеде қазақ даласынан шығыс және батысты байланыстыратын ұлы жібек жолы өтті. Сол дәуірдің мұрасы ежелгі орта ғасырлық сәулет өнері мен мәдениеті қалыптасты. Осындай 218 нысан Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерінің тізіміне енді. Бүгін күні осы ескерткіштердің көбі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Тамғалы петроглифтер кешені тағы басқа ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік маңызы бар ескерткіштер ретінде танылды. Қазақстанның мәдени бренді Алтын адам ескерткіші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар және Түркістан қалалары. Мәтінді тыңдап болғаннан кейін айтылым тапсырмасы, екінші тапсырма, мәтін құрылымына талдау жасаңыз. Яғни мәтіндегі кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде не жөнінде айтылған? Негізгі бөлімде қандай мәліметтер берілген? Қорытынды бөлімнің түйіні қандай болды? Осы туралы талдап айтасыздар. Сіздерге берілген дескриптор мәтінді түсінесіздер, мәтін құрылымына талдау жасай аласыздар. Оқушылар екінші тапсырманы орындап болған болсақ, бізде үшінші тапсырма, жазылым тапсырмасы, мәтіннің рәсімделуіне талдау жасап, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Мәтіннің тақырыбын, авторын, ой бөліктерін, яғни азат жолдардың санын анықтайсыз және сілтемелермен, суреттермен жұмыс жүргізесіз. Сіздерге берілген дескриптор рәсімделуіне талдау жасай аласыздар. Төртінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Берілген абай өлеңдерінен еліктеу сөздерді тауып, қай түріне жататынын ажыратасыздар. Бірінші, дос айтады, бермесең бұлт берем деп. Бірінші, мақтауға есіріп, барынша көсіліп, ырғалып қаңқетті ірімшік жерге салп етті. Осы жердегі еліктеу сөздер тауып, мағыналық түріне ажыратасыз. Еліктеу сөздердің түрлеріне байланысты. Келесі, құржаң етеді жер ұшық берген кісідей. Келесі, орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет кәсіп бол.
яғни бұл жердегі дескриптор сіздер еліктеу сөздерді тауып ажырата аласыздар. Келесі тапсырма, жазылым тапсырмасы, берілген сөйлемдерге еліктеу сөздерді қолданып, сөйлемді өзгертіп жазамыз. Мысалы, мұражайда жүрген оның қолынан кітап жерге түсіп кетті. Яғни бұл жерде енді еліктеу сөзді қалай қолданамыз? Мұражайда жүрген оның қолынан кітап жерге тарс етіп түсіп кетті. Осы сияқты келесі сөйлемдерді өздеріңіз қолданасыздар. Ұлы жібек жолына қарай жүгірді. Түркістан қаласына барғанда оның дауысы қуанғаннан қатты шықты. Дескриптор еліктеу сөзді орынды қолданасыздар. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер мәтінді оқып түсіндіңіздер, құрылымына талдау жасай алдыңыздар, мәтіннің рәсімделуіне талдау жасадыңыздар, еліктеу сөздерді ажыратып дұрыс қолдана алдыңыздар. Енді біз бүгінгі сабағымыздың қорытындылай келе кері байланыс жасайық. Кері байланысты рефлексия пирамидасы арқылы мен үйренген 4 мәлімет, өзіңіз үйренген 4 мәліметті жазасыз. Мен білген 3 мәлімет, менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, есте сақтар керек 1 маңызды мәлімет. Осыларды жазыңыз. Мысалға, сізге барлығы түсінікті, барлығын үйренсеңіз 4 мәлімет жазасыз. Кейбір жерлерін түсінбесеңіз, енді өзіңіздің талдауыңызға сәйкес бүгінгі сабаққа, мәтінге жалпы кері байланыс жасайсыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.